Ғабит Мүсірепов ауданына қарасты Буденный ауылының тұрғындары білім күні мерекесін 90 орынға шақталған жаңа мектепте қарсы алды. Елді мекендегі бұған дейін балалар білім алып жүрген оқу ордасы апатты деп табылғандықтан облыс бюджетіне жаңа мектеп салынған еді. Балалар мен ата-аналардың қуанышымен облыс әкімі Ерік Сұлтанов бөлісіп, ауыл мектебіне сыйлыққа автобус тарту етті. Буденный ауылында қазірде 500-ден астам отбасы тұрады. Балалар осыған дейін 1964 жылы ашылған мектепте білім алды. Бірақ уақыт өте келе тозығы жеткен мекемеде білім алу қауіп тудырған. Нәтижесінде 2 қабатты мына мектептің құрылысы басталды. Жоспарға сай мектеп 1 қыркүйек білім күніне қолданысқа беріліп отыр. Ауылдықтарды осы қуанышты сәтпен облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Бүгін сіздер үшін әсіресе мектеп табалдырылған алғашы аттап отырған бүлдірушілер үшін зор қуаныш. Баршаңызды осы қуанышты мереке білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүкіл әлемге танылған Қазақстанның жастары білімді, жан-жақты дамыған, өз елінің патриоты болуы керек. Мектеп оқушыларының сапалы білімге қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін барлық жағдайлар жасалуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 100 нақты қадам жоспарында функциялық сәулеттілікті дамыту үшін мектептегі оқытуды стандарттарын жаңарту, жоғарғы сыныптарды жанбасылық қаржыландыру енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру керектігін атап көрсетті. Сондай-ақ аймақ жетекшісі мектепке автобус сыйлады. Ауылдағы оқушылардың саны 70-тен астам, ал бүгін мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндердің саны 8. Оларға аймақ басшысы портфельдер мен елбасының атынан "Менің отаным Қазақстан" атты кітапты сыйлады. Қарлығаш Рахымжанованың қызы Айлинда бүгін 1 сыныпқа аяқ басты. Оқушының анасы қызының осындай заманауи жаңа кең мектепте білім алатынына қуанышты. Білім ордасында балаларға да, ұстаздарға да барлық жағдай жасалған. Енді балалар өте қуанышты. Бізді ата-аналар өте қуаныштымыз. Осы мектеп жақсы білім балаларға береді деп ойлаймын. Мектептің ішінде үлкен спорт зал, акт залымен қатар асханада бар. Бұрынғы оқу ордасының тарлығынан балалар спортпен еркін шұғылдана алмапты. Мен 8 сыныпқа көшіп жатырмын. Бұрынғы школдан қарағанда біздің қазіргі школ салыстыруға келмейді. Мен жаңа школ болғанына қуанамын. Ескі мектепте оқығанда жаңа мектепте оқитын балалар қызғанады. Өйткені орда спортпен шұғылдануға бәр жағдайлар болған. Білім ордасында сонымен қатар 25 балаға шақталған шағын орталықта ашылды. Мұнда да ауыл тұрғындары кішкентай бүлдіршіндерін бүгіннен бастап әкеліп жатыр. Бүгінгі мейрам күні бізге өте қуанышты. Мен өзім осы мектептен зейнетке шыққам. Осы мектеп маған өте ыстық, осы ауыл маған өте ыстық. Осы шыдай алмай осы қуанышқа келіп отырмын өзім. Өте қиын заманда мынандай сыйлық берген елімізге, мемлекет басшымызға, өңір басшымызға барлығына да мен өте ризашылығымды білдірем. Ал аудан бойынша 2015-2016 оқу жылында 5690 бала үшін 48 мектепте алғашқы қоңырау үні сыңғырлады. Назерке Ғалым, Анатолий Белоног, ақпарат.